Баршаңызға сәлем. Бүгін тауық етінен өте дәмді стрипсилар дайындаймыз. Ол үшін бізге алдымен маринад дайындау үшін 4 ас қасық ұн қажет. Үстіне паприка, қызыл бұрышын саламын. Және де үйдегі кез келген осындай приправаларды қолдансаңыз болады. Барлығын жақсылап араластырамыз. Үстінен 2 дана жұмыртқа саламыз. Жұмыртқаны салып болған соң венчиктің көмегімен араластырамыз, және де үстінен қою болса су құйып, осындай маринад дайындап аламыз. Мінекей біздің тауықтың төс еті және де мен аяқтарын қолданатын боламын. Енді біздің маринадқа салып, барлығын жақсылап қолымыздың көмегімен араластырып, 1 сағатқа бетін жауып алып қоятын боламыз. Достар, арнама тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеп, қолдап кетсеңіздер екен деймін. Мінекей біз маринадымызды алып қоямыз, және де бізге тағы да ұн қажет болады. Ұнның үстіне жаңағыдай дәл үйдегі бар приправаларды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің маринад өте жақсы болып сіңіп, мінекей қарасаңыздар, әдемі болып тұр. Осыларды жаңағы біздің ұнымыздың үстіне аунатып, пісіріп алатын боламыз. Осылайша барлығын ұнымызға шығарып алдық. Аунатып аламыз да қатты қызып тұрған майда жақсылап екі жағы піскенше 3-4 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Мінекей пісу барысы менде аударып қойып пісіре береміз. Өте дәмді қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Мінекей қарасаңыздар, түсі өте әдемі болып шығып жатыр. Үй жағдайында балаларыңызға осылай дайындап берсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Қазір мен сіздерге ортасын бөліп көрсететін боламын. Қытырлақ өте дәмді болды. Мінекей қарасаңыздар. Соус үшін мен майонез қолдандым. Өзіңіздің қалаған, ұнатқан соусыңызды қолдансаңыз болады. Мінекей қарасаңыздар, өте дәмді. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, және де видеоға пікір жазыңыздар, лайк қойыңыздар. Қолдауларыңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше аман сау болыңыздар.